Сәлем баршаңызға, YouTube каналыма қош келдіңіздер. YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдыңғы уақытта көптеген тегін рецепттермен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Бүгін осындай творог қосылған, осындай пирог дайындадым. Дәмі өте керемет болып шығады. Осындай жұмыртқамызды 2 минут бойы тоқтатпай миксерлеп аламыз. Үстінен шекерімізді салып, ағарып, көпіргенше тағы да 2-3 минут бойы тоқтатпай миксерлейтін боламыз. Мінекей миксерленген екен, осының үстіне айранымызды, сұйық майымызды құйып, тағы да 1 минуттай миксерлеп аламыз. Осы дайын болған массамызға енді үстінен ұнымызға разрыхитель қосып, ұндарымыздың барлығын салып, толығымен тағы да 1-2 минуттай миксерлеп аламыз. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Енді осындай 30-30 формамызға салдым. Барлығын құйып алдым. Енді үстіне творогымызды құйып шықтым. Творогты мен видеоға түспей қалыпты, сол себепті описанияда жазып кететін боламын. Творог, сахарный пудра, жұмыртқа, кукурузный крахмал қосылады. Енді осыны 160 градуста 35-40 минуттай пісіретін боламыз. Барлығын узорын осылайынан жасап шығасыздар. Мінекей пісіріп шықтым. Ыстық кезінде жан-жағындағы формадан шешіп аламыз. Формада тұрса суланып кетуі мүмкін, сол себепті осындай шешіп алып, сәл суыған соң осындай сахарный пудрамен әрлейтін боламыз. Ыстық күйінше жесеңіздер де болады, өте дәмді болып шығады. Мінекей сіздерге кесіп, осылайынан бөліктерге бөліп алдым. Мінекей сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмі ерекше болып шығатын қазіргі таңда хит пирогтардың бірі десем де болады.